Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы азға қанағат ет. В переводе довольствуйся тем, что имеешь. Балалар, бүгінгі тақырыптың жаңа сөздермен таныс боламыз. Таға – это подкова. Ұста – кузнец. Апару – апармау. Носить – не носить. Ереже – правило. Сындырып алған – сломал. Сынған – сломанный. Шие – вишня. Повторите еще раз, ребята. Таға, ұста, апару, апармау. Ереже – сындырып алған, сынған. Шие. Балалар, біз сендермен бүгін Ыбырай Алтынсаринмен таныс боламыз. Ыбырай Алтынсарин балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин писатель детской литературы. Балаларға арналған әңгімелері көп. Біз бүгін әке мен бала атты әңгімесімен танысамыз. У него очень много рассказов для детей. А сегодня мы познакомимся с вами рассказом «Отец и сын», әке мен бала. Ыбырай Алтынсарин Қостанай облысында дүниеге келген ағартушы, ұстаз, жазушы. Ыбырай Алтынсарин родился в Костанайской области. Он педагог и писатель. Алғаш рет мектеп ашқан, әліппе жазған. Он первый открыл школу и написал алфавит. Келесі бізде второе задание, екінші тапсырма, 56-шы бет. Мәтінді оқы. Прочитаем текст, ребята. Бір адам жолда ескі тағаны көріп, балам, анау тағаны алшы, дейді. Әке, ескі таға ғой, пайдасы жоқ деп, бала тағаны алмайды. Әкесі тағаны өз алады. Әкесі ескі тағаны ұсталарға 3 тиынға сатады. Шие сатып алады. Әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Бала шиені жерден алып жейді. Ол жерге түскен шиені 10 рет алып жейді. Әкесі баласына: көрдің бе, пайдасы жоқ деп тағаны алмадың, шиені 10 рет алдың. Есіңде болсын, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете алмасаң, көптен құр қаласың, дейді. Здесь, ребята, вы можете прочитать перевод рассказа. А теперь, ребята, мы сейчас с вами устно выполняем 3-е задание. Сұрақтарға жауап бер. Ответьте на вопросы. Әкесі жолдан не тауып алды? Что отец нашел на дороге? Әкесі жолдан таға тауып алды. Бала тағаны алды ма? Взял ли мальчик подкову? Жоқ, бала тағаны алған жоқ. 3-ші сұрақ. Әкесі тағаны кімге сатты? Кому отец продал подкову? Әкесі тағаны ұсталарға сатты. Әкесі не сатып алды? Что купил его отец? Әкесі шие сатып алды. Бала шиені қалай жеді? Бала шиені жерден теріп алды. Әкесі баласына не деді? Что отец сказал своему сыну? Әкесі баласына: аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың, деді. Следующее у нас, ребята, письменное задание. Тетради пишите. 4-ші тапсырма, 4-е задание. Ақпараттың дұрыстығын тексер. Ребята, вам дано предложение. Например, первое предложение у нас: балам, анау тағаны алшы, дейді. Если это предложение правильное, рядом пишите дұрыс. А если это предложение неправильное, тогда рядом пишите дұрыс емес. Осымен біздің сабағымыз аяқталды, балалар. На этом наш урок окончен. До свидания. Сау болыңыздар, балалар.